Мысалы, бандиттерді алайық. Оларда да өздерінің қарым-қатынасы ережелері бар ғой, иә, олар бір-бірін ұрып соғады, өлтіреді. Бірақ соған қарамастан, олардың да белгілі бір ережелері бар. Және осы ережелерде, мысалы, сол ережелердің ритуалдары қалыптасқан. Біз мұны құқық деп атаймыз. Яғни, құқыққа дейін ритуалдар болған. Кейін олар нақты ғылым құжат түрінде құқыққа айналды. Мен, мысалы, заңгермін, яғни бұл заңды құжаттар түрінде және тағы басқа. Яғни, бандиттер бір-бірімен соғысады. Бірақ бұл олардың күнде бір-біріне оқ атып жүреді деген сөз емес қой. Бұл олардың келісетінін білдіреді. Бір-бірін атып тастап, тиін отырып, шығындарын есептейді. Кім не істей алады? Хайбанда неге қабілетті, соны ескеріп келіседі. Мына көшенің мына жағын сен тонайсың, салық жинайсың, ал ана жағын мен тонаймын, салық дүкендерден ақша жинаймын. Бұл бәрі. Соғыс бітті. Сосын қайшылықтар жинала бастайды. Олардың бірі өзін енді мықтымын деп ойлайды. Енді оның 500 емес, 1000 бандиті бар. Сосын қайтадан, немесе екіншісі ақымақтық жасайды. Қателеседі. Тағы да соғыс басталады. Сосын тағы да келісімге келеді. Міне негізінен адамзаттың механизмі осылай жұмыс істейді. Тек бұл қазір құқық деп аталады. Яғни дүниежүзілік соғыс келісімге келу.